Сәлем менің көрермендерім. Бүгін біз ресторандағыдай фрис мясом тамағын пісіретін боламыз. Кешкі асқа пісіріп берсеңіздер, видеолеріңіз қуана жейтін болады. Менің видеоларымды жоғалтып алмау үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар және қоңырау батырмасын басыңыздар. Алдымен сиыр етін алып, оны осы видеодағыдай жіп-жіңішке қылып турап аламыз. Соломка қылып, ұзынша қылып турадым. Пиязымызды дәл солай турап аламыз. Сарымсақты сарымсақ өткізгішпен немесе мен сияқты пышақпен турасаңыздар да болады. Сковородкамызға майымызды қыздырып, етімізді салып жақсылап қуырып аламыз. Екі жағынан араластырып, жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Сарымсағымызды салып тағы да араластырамыз. Пиязымызды салып тағы да араластырып қызарғанша пісіріп аламыз. Үстіне тұз сеуіп, су құятын боламыз. Суды еттің бетін жапқанша қоямыз. Қақпаған жауып, отын орташадан төменге қоямыз. Енді картошкамызды жуып тазалап, фри формасында кесіп шығамыз, ұзын соломка қылып. Қызар картошкамызды қатты қалың қылып жібермей, жіңішке жұқалап, ұзын қылып тураймыз. Етіміздің үстіне соя соусын қоямыз. Тамаққа тағы әдемі дәм беру үшін мен осында болгарский перецті қосып жібердім, заморозкада тұрған. Ал перецтен қалай заморозка жасау керек екенін көргіңіз келсе, мен YouTube каналымда бар видеолары. Енді картошкамызды суға салып, жақсылап крахмалын кетіріп аламыз. Суын төгіп, әбден кептіріп алатын боламыз. Осындай мата дастарханның үстіне жайып кептіріп алдым, әбден қорғатып. Араларын ашып, үстімен осылай сүлгімен қорғатып алдым. Қыздар, фриді үйден пісіру міндетті емес, магазиндерде готовый фри сатады, соны қолдана берсеңіздер де болады. Үстіне кішкене тұз сеуіп қоямыз. Тұзы барлық картошкаға сіңу үшін араластырамыз. Енді майымызды қыздырып алып, май қызып болғаннан кейін картошкаларымызды салып, екі жағынан осылай қызартып аламыз. Майын осылай сілкітіп алып шығамыз. Мына ыдыста етіміз пісіп тұр, енді фриді үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Осындай лопатканың көмегімен аккуратно араластырыңыздар, қыздар. Қыздар, бұл тамақты студент кезімде ресторандарда, кафелерде өте көп жейтінбіз. Өте күшті, сүйікті тағамымыз болып кетті. Және де өте ерекше тағам. Міндетті түрде балаларыңызға немесе күйеуіңізге жасап беріңіздер. Өте ұнайды деген сенімдемін. Видео рецепт ұнаған болса, достарыңызбен, ағайындарыңызбен бөліссеңіздер болады. Ас болсын, қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге мың алғыс.